Сәлеметсіздер ме, қазақ елім? Мен Жетісай қаласының номер 7 тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10 А сынып оқушысы Қойшыбай Әйгерім. Қазіргі COVID-19 вирусына байланысты біз үйде оқып жатырмыз. Бұдан бөлек үйде бос уақыттарымыз көп. Осыны тиімді пайдалану мақсатында түрлі өлеңдер жаттап, кітаптар оқудамыз. Соның бірі Абайдың өлеңін сіздерге ұсынсам деп едім. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың. Бет бергенше шырайың қандай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қайқым. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлау жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың. Бас-басына би болған өңкей қайқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелердей алмаймын өз қолыңнан, кеткен соң енді өз ырқың.